ол дәрумендер өзің салдыратын. Қазақстанда салдырғың келген дәрумендер ар жақта допинг болып есеп. УСАда болмағандықтан үйімізге келіп УСАда сияқты тексермейді. Өзің шприцпен Жабық. өзің шприцпен сорам, температура 39. Бірінші айқаста еш қиындықсыз жеңді. Бірақ екінші айқаста сәтсіздік неден болды? Ол маған қарсылас емес. Сөздің ашығы. Иығыңа чемпиондық ілген сәтің. Мен Саятқа айттым, менеджерім, Саят осы жекпе-жекті қабылдамайыншы дедім. Осы 4 айқас. Қайсында ең көп гонорар алды? Қазақбайшылық соның бәрін өкінемін қазір. Контракт келді, контрактке ағылшынша білмейсің. Кішкене білесің, ағылшынша білемін бе? 4 жас оқыды. Нормальненько қол қою. Болды, қол қоя салды. Басты шарттың бірі гонорарды өсіру. $80,000. Ол жағын білмедім, әртүрлі сыбыстар бар, $40,000, $60,000. Қаржылай жағына қарағанда бұл жекпе-жектің тарихи маңызы әрине жоғары. Мен контракт бердім Димитриус Джонс. 8 бұрыштың торынан асып шекіріп түсіп, Димитриус Джонсонға батқанда жекпе-жекке шақырту тастауға дайын. Өзіңіздің сүйікті Қуат Хамитов деген бауырыңыз бар. Бала кезінен жаңағы бір арқасы бар жаңағы. Төбелесіп қойған кезіңіз болған? Сабағым талай қайда төбелескен. Қазір неліктен Қайрат Ахметов пен Қуат Хамитовтың арасында қарым-қатынас алшақтап кеткендей көрінеді маған? Арамыз қалай болсын екеуміз бір жақта жүре алмаймыз бұрынғыдай.